Сәлем достар, сіздермен бірге Эльмира Бердібайқызы. Менен пайдалы ақпарат болсын. Бүгін сіздерге Индиго арқылы баланы тіркеп және садикке направление алуды көрсететін боламын. Ең бірінші осы жерге қалаңызды таңдайсыз. Мен тек қазіргі уақытта Бейнеу ауданына тіркеймін. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданын таңдаттым. Тек ары қарай кезекке тұру басамыз. Одан кейін осында бет ашылады. Мына жерде мен тараптардың жауапкершілігімен толық келісемін дегенге 2 галочка қоясыз. Жай кезекке тұру батырмасын басасыз. Одан кейін 2 телефон номерін дайындап қоюыңыз керек. Ол телефон істе қосылып тұру керек. Себебі сіз номер енгізесіз. Оған код жібересіз. Мінекей кодтар келді. Екеуінде енгіздік. Енді электронный почта жазамыз. Бұл жерге мен өзімнің почтамды жазамын үнемі. Сосын бұған код келеді. Кодты теремін. Осылай дайындап аламыз. Одан кейін жалғастыру батырмасын басамыз. Қазір жалғастыру батырмасын бастық. Екінші қадам біздерде ата-ананың ЖСН номерін жазамыз. Бір адамның ЖСН номерін жазсақ болады. Мен үнемі мамасыныкін жазамын. Одан кейін аты жөнін толтыру дегенді басамын. Әрі қарай ата-анасының ЖСН номерін жазамыз. Осы жерге алдын ала дайындап жасап аты жөнін толтырамыз. Одан кейін мына жерге баланың ЖСНін жазамыз. Аты жөнін толтыру дегенді бастырман бассақ, толық шығады. Құжат нөмірі берілген күні барлығы толтырылады өзінен. Тұратын мекен-жайы көрсетіледі. Жалғастыру батырмасын басасыз. Енді әрі қарай біздерде направление алуды көрсететін болсақ, личный кабинетке өту керек боламыз. Мына жерге ин номерді тереміз. Ары қарай галочка қоямыз. Сосын продолжить батырмасын басамыз. Шаг 2-ге паролімізді жазамыз. Парольді өте қиын етіп қойсаңыздар, неғұрлым қиын болса, соғұрлым тезірек кіруге жақсы. Осындай бет ашылады. Сіздің балаңыз тіркеліп тұрған бет ашылады. Ары қарай получить направлениені басасыз. Сіздің балаңыздың жасына сай қандай садиктерде орын бар екені шығады. Поиск свободных место дегенді басасыздар. Әрі қарай осындай садиктердің тізімі шығады. Өзіңізге ұнаған немесе өзіңіздің ойлап жүрген садикіңіз болса, үйіңізге жақын садикті белгілеп аласыздар. Выбрать группу дегенді басып, әрі қарай документті толтырып аласыз.